Қарашайының шик ауасы ескі пальтоның астына сіңіп, Мадина әжесінің тозығы жеткен орамалдарына одан бетер оранып алды. Қар жол жиегін әрең аққылау етіп жауып, бірден еріп кетті. Арзан, тесік етіктегі аяқтары мұздап қалған, бірақ кету мүмкін емес еді. Әжесі ақша таппай қайтсаң, үйге келме дегенді анық айтқан. Қыз шайқалған кең тақтай үстіндегі қышқыл қырыққабат пен бұғы еті салынған банкалардан тұрғызылған әдемі пирамиданы түзетті. Тұраққа қымбат шетел көліктері кірді шықты, жылтыраған жылтыр қапталдары жарқырап тұрды. Мадина беделді, кәшемір пальто киген ер адамды байқады. Ол асығыс еді. Ерікті иек, сенімді жүріс, қолында қымбат сағат. Мадина батылдық жинап, ол жанынан өтіп бара жатқанда сыбырлап шақырды. Аға, сатып алыңызшы. Үйде пісірілген қырыққабат, аз тұздалған қиярлар, қытырлақ. Бай адам назар аудармады, бірдеңені ашуланып телефондағы әңгімелесушісінен сұрап өтіп кетті. Кенет жылдамдап жақын жердегі көлігіне жүгіріп барды, есікті қатты жауып, моторды бірден іске қосты. Қуатты машина тұрақтан күрт бұрылып, артқа шегініп, қорқып қалған саудагер қызға қарай лақты. Мадина айқайлауға да үлгермеді, тек соққыны күтіп көзін жұмды. Шынының қытырлаған жаман дыбысы естілді. Бетін ыстық шығатын газ толқыны соқты. Тұзды су шашырап, пальтоның етегі мен етіктерін алмандай ылғалдады. Саудагер қыз теңселіп шайқалған орындықтан арқасынан құлады. Көзін ашқанда Мадина қорқынышты көріністі көрді. Банка пирамидасы үлкен дөңгелектің астына түсіп, былғаныш қоспаға айналған. Көлік жүргізушісі машинадан секіріп түсті. Беті өлікше бозарып, қимылдары тартысып дүрбелеңдеді. Екі секіріммен багажникке жетіп, бамперге, одан кейін дөңгелек астындағы сынған шыны мен езілген қиярдың ағып жатқан шырынына қарады да, ақыры Мадинді телмірді. Ол арқасынан жатып қозғала алмай, қолдарын алға созып, өлімнен қорғанғандай тұрды. Неғып дөңгелек астына түсіп жүрсің? Деп ол дауысы қарлығып айқайлады, үстінен төніп тұрып. Мен? Қорқып қалған саудагер қыз әрең сыбырлады да, әрең тұра бастады. Ер адам пальтоның қалтасын асығыс сипалап, әмиянын шығарып, ішіне қарады. Қолма-қол ақша жоқ деп ол сөздерді тез жұтып айтты. Тыңда, мен асығам. Банкоматқа бармаймын, үлгермеймін. Міне, визиткамды ал. Мұнда мекен-жай бар, ертең кел, бәрін төлеймін. Ол жылтыр алтын бедерлі 4 бұрышты қағазды ұсынды. Бірақ Мадина түнеріп алмады. Менде телефон жоқ деп ол жылауға шақ қалған дауыспен айтты, дауысы дірілдеп. Әжем мені өлтіреді, қолым бос қайтсам. Сіз бәрін бүлдірдіңіз, бәрін сындырдыңыз. Ер адам бір сәтке тоқтап, оның көз жасынан сіңген көздеріне бірнеше ескі орамалмен оралған бетіне қарады. Бір сәтке ол бірдеңені таңдау алдында тұрғандай көрінді, сосын шұғыл шешім қабылдап, оның шынтағынан ұстап көлікке сүйреді. Мін, тез. Менің саған уақытым жоқ. Ол оны машинаға итеріп мінгізді. Рөлге отырып артына бұрылды. Сені қалай атаймын? Құмарша, есімді білуім керек қой. Мадина. Деп ол оның асығыстығына беріліп дерлік айқайлап жіберді де, жұмсақ орындыққа жабысты. Тыныш отыр, ештеңеге тигізбе. Келген соң, саған не істейтінімізді шешеміз. Ол газға қатты басты. Мадина ауыр дөңгелектің астында ескі орындықтың сықырлағанын естіді. Машина орнынан қозғалып тұрақтан шықты. Олар жолда ағып жатқан көліктерді басып озды, ал Мадина аңдыған аң сияқты айналасына қарап, қозғалудан қорықты. Көп ұзамай трассадан бұрылып, біраз жүрді де, металл қоршау алдында тоқтады. Моторды өшіріп, ер адам секіріп түсті де. Қалмай жүр, деп айқайлады. Олар жүгіре басып кең, заманауи үйдің холына кірді. Іші жылы, үйде пісірілген дәмді иіс шығып тұрды. Алдарына алаңдаған қарт әйел фартук киген күйі жүгіріп шықты. Әлбетте, үй қызметшісі. Беті қорқыныштан бұзылып кеткен. Қырғызбайұлы, жақсы болды келіп қалдыңыз деп ол сөзін жұтынып тез айта бастады. Ләйлаға өте нашар болып тұр. Ер адам пальтосын шешпей, ағаш баспалдақпен жоғары ұмтылды. Мадингаға қалма деп бұйырылғандықтан ол адалдықпен соңынан ерді.
Ойыншыққа толы балалар бөлмесінде 10 жас шамасындағы қыз төсекте жатты. Беті матадай ақ, ерні көгерген. Қасында тізерлеп отырған жас бала күтуші қыз. Ол дірілдеген қолдарымен қыздың бетін дымқыл майлықпен сүртіп жатыр. Тумбочкада бірнеше ашық флакон тұр. Қалай болғанына түсінбеймін. Күтуші бөлмеге кіргендерге бұрылды. Оған не бердің? Деп Қырғызбайұлы ақырып күтушінің иығынан ұстады. Сен кәсібисің ғой, дипломың бар ғой. Мен шатастырып алдым. Флакондар ұқсас деп әйел сөзін әрең шығарып кекештенді. Мен жедел жәрдем шақырдым. Келе жатыр. Үй иесі телефонды алып біреуге қоңырау шалды. Қайдасыңдар, ит құс? Бала әрең жауап береді. Тез. Ол бөлмеде жүгіріп қызына үнемі еңкейіп тұрды. Жедел жәрдем келе жатыр. Шыда, Ләйләжан, шыда. Әкең осында. Біреу Мадинга арқасынан итерді де, қыз бөлмеге кіруге батылдық етті. Көзі флаконға түсті, сосын күтушіге ол тек қалтырап, шетке қарай шегініп барады. Уланған деген ой жылт етті де, бірден әжесінің оны орманда бір жидек жеп қойғанда емдегені есіне түсті. Су? Деп Мадина Қырғызбайұлының дүрбелеңін басып қатты айқайлады. Ол есікте тұрып қалған үй қызметшісіне бұрылды. Су әкеліңдер, жылы, көп, тұз салыңдар, тез таза келіңдер. Үй қызметшісі оқ деп бірден жоғалып, 1 минуттан соң үлкен құмыра мен таза келді. Шетке шығыңыз, аға. Құмарша есінен танып тұрған ер адамды иығымен итеріп жіберді. Келесі 10 минут өмір үшін күрес болды. Қыз сенімді әрекет етті, қалғандары тек қорқып, таң қалып қарап тұрды. Ол Ләйләні көтеріп, басын ұстап, су ішкізе бастады. Қыз әлсіз қарсылық көрсетіп жылқылады, бірақ Мадина қайтпады. Міне, қымбаттым, тағы бір тамшы жұт деп ол бір қалыпты дауыспен айтып отырды. Айналадағы бүкіл әлем жоғалды. Тек сол ақ бет, өлі сияқты қыздың жүзі және суды жұтудағы құрсулар. Құмыра босап қалғанда Мадина қызды таздың үстіне еңкейтті де, ешкім ештеңе істей алмай тұрғанда, 2 саусағын қыздың аузына салды. Қыз бір рет, екінші рет құсты. Күтуші бетін жауып бұрылып кетті. Қырғызбайұлы орындыққа отырып қозғалудан қорқты. Процедураны тағы бір рет қайталауға тура келді, ақыры тамағынан таза су шыға бастады. Ләйлә соңғы рет айқайлап Мадингаға қолында әлсіреді. Қорқынышты бозару біртіндеп шегіне бастады. Бірнеше минут кернеу күтуден кейін беті қызарып, тынысы терең әрі бір қалыпты болды. Сол кезде холдан ауыр қадамдар мен дәрігерлердің дауысы естілді. Үй иесі орындықтан секіріп тұрды. Қарт фельдшер бөлмеге кіріп жағдайды тез бағалады. Төсекте әлсіреген қыз, ашық таблетка флакондары, Мадингаға ұстатылған бос құмыра, толы таз, қорқып тұрған адамдар. Ол Ләйләні қарап, пульсін тексерді де әкеге бұрылды. Жууды кім жасады? Деп ол көзілдірігін түзетіп сұрады. Ол деп Қырғызбайұлы Мадинга нұсқады. Фельдшер қыздың күлкілі киіміне таңғалып қарады, айналадағы таза, бай сәнді ортаға қатты қайшы келетін. Жарайсың, бәрін дұрыс жасапсың. Бізді күтсек үлгермейтін едік. Дәрі ауыр екен. Тағы жарты сағат болса, бүйректері істен шығар еді, ал қазір жеңіл құтылдық. Қазір инъекция жасаймыз, сосын демалсын. Қырғызбайұлы қайтадан баяу орындыққа отырды. Ол көзін қызынан алып, қайшы қызға аударды. Ол бос құмыраны құшақтап тұрып, көзін қысып ашып тұрды. Фельдшер қағаздарды толтырып шығып кетті. Үй иесі көзін қызынан алмай отырды. Бірнеше минут бұрын дүрбелеңнен бұзылған беті енді қатып қалған маска сияқты болды. Күтуші бір қадам алға басып ақталуға тырысты. Қырғызбайұлы, мен әдейі емес едім. Флакондар шынымен қатар тұрған. Жарық әлсіз еді. Мен қатты қорқып кеттім. Ер адам баяу оған бұрылды. Көзі суық әрі бос еді, одан қорқыныштырақ ештеңе жоқ. Сіз боссыз деп ол тұншыға айтты. Кетіңіз, 5 минуттан кейін мұнда сіздің есіңізде болмасын. Әйел ыңылдап дерлік жүгіріп шығып кетті.
Қырғызбайұлы бетін қолдарымен жапты. Енді ғана оны қатты қалтырау бастады. Кешіккен реакция бастан өткен қорқынышқа. Үй қызметшісі Мадингаға жұмсақ тиіп: «Жүр, қарағым, менімен жүр. Киіміңді шешу керек, тамақ ішу керек». Холда үй қызметшісі қонақтың ескі киімдерін шешіп жатқанда Қырғызбайұлы пайда болды. Телефоны қалтасында үнемі қоңырау шалып жатты. Ол сағатына асығыс қарады. «Ғалия Уәлиқызы, мені мұқият тыңдаңыз». Ол асығыс еді. «Мен бүгінгі күнді өткізіп алмаймын. Кездесулерім бар, тоқтата алмаймын. Сіз үйде басшы боласыз, бірақ уайымдамаңыз, үйді камера арқылы телефоннан бақылаймын». Ол қысқаша Мадингаға бас изеді. «Мадинаны қараңыз. Ваннаға апарыңыз, жуынсын. Таза киім тауып беріңіз, тамақтандырыңыз. Мен қайтып келгенше күтіңіз. Кешке өзім бәрін шешемін. Бірдеңе болса, бірден хабарласыңыз». Ол жүріп бара жатып пальтосын түймелеп, бір сәтке қайыршы қызға қарап, үйден шығып кетті. Мадина бөтен үйдің ортасында тұрып қалды. «Не болды, тоңып қалдың ба, сорлы?» деп үй қызметшісі жұмсақ айтты. «Жүр, Ләйла ұйықтап жатыр. Саған ретке келтіру керек. Қарашы, бүкіл денен қалтырап тұр». Қонақты бірінші қабаттағы жайлы ваннаға апарды, сүлгі берді. Қызға бұл жер жәннат сияқты көрінді. Ол шынымен ваннада отыр, қалың, хош иісті көбікке толы. Қайнаған су денесінен ескі кірмен үнемі қуалаған жабысқа қорқынышты біртіндеп жуып шығарды. Мадина қызыл, шаршаған қолдарына қарап, осының бәрі өзіне болып жатқанына сенбеді. Жарты сағаттан кейін таза, жұмсақ киім киіп, Мадина ас үйде отырды. Ғалия Уәлиқызы алдына ыстық сорпа салынған тәрелке мен бал қосылған шай әкеліп қойды. «Қатты арық екенсің ғой. Же, бүгін сен үлкен іс жасадың. Қырғызбайұлы жаман адам емес». Жай ғана қайғы оны құлатты. Әйелінен айырылғалы бері осы қызғалдақпен ғана тыныс алады. Ал сол күтуші деп ол қолын бір сілтеді. «Көзім көрмес екен. Дипломы бар, бірақ жүрегі де, ақылы да тиынға тұрмайды». Мадина тез жеп көбіне үндемеді. Басында үй иесінің камералар туралы сөзі айналып жатты. Ол төбенің бұрыштарында камераларды байқап, біреу қарап тұрғандай ыңғайсызданды. «Ләйлаға не болды?» деп Мадина сорпаны жеп бітіріп сұрады. «Жүрегі әлсіз. Қымбаттым тез шаршайды. Оған жүгіруге, секіруге, қатты толқуға болмайды. Одан тынысы тарылып, бозарып кетеді» деп Ғалия Уәлиқызы күрсінді. Күннің қалған бөлігін Мадина Ләйла оянған соң оның бөлмесінде өткізді. Олар әңгімелесіп отырды. Мадина ойыншықтардың көптігіне таңғалды, ал қыз керісінше көбірек әңгіме тыңдағысы келді. «Нағыз өмір туралы айтшы, кітаптан емес» деп қыз сұрады. Мадина күрсініп қолын шексіз жұмсақ көрпеге сипады. Базарда телогрейка деген ит болды. Кішкентай қызыл түсті. Бір құлағы жыртық. Жіңішке аяқтардағы бір түсінбестік. Ол ет қатарында жүретін иттер тобына қосылған. Ләйла тынысын ұстады, ал Мадина бір нүктеге қарап, қабырғаның арғы жағындағыдай жалғастырды. Оған сол жерде қорқынышты ет. Топ ашулы, күшті. Сүйіп лақтырғанда қызыл ит жақындауға да батылы бармады. Үлкендер бірден қуып жіберетін, тіпті аяғынан ұстап, мойыннан сүйреп, орнын білуі керек деп жазалайтын. Ол білетін. Әрқашан жел соғатын шетте отыратын. Басқалардың жегенін қарап, ыңылдап қоя беретін. Топта сияқты, бірақ әрқашан жал. Ешкім қорғамайды, ешкім жылтпайды. «Қымбаттым. Оның анасы қайда?» деп Ләйла сыбырлады. «Білмеймін, анасы жоғалып кетті» деп Мадина иығын көтерді. «Менің де анам жоқ енді» деп Ләйла ашы күрсінді. Мадина бай қызға мұқият қарап басқаша жалғастырды. «Мен оны көргенде жүрегім ауырды, жасырын жем бере бастадым. Әжем қатал артық нан үшін қолымды соққылайды. Апта бойы ыңылдайды. Бірақ мен бәрібір әкелетімін. Есімде, сыбырлап сықырсам, қызыл ит бірден жүгіріп келеді, құйрығым бұлғайды, көзіме қарай. Біз бір-бірімізді сөзсіз түсінетінбіз, екі қаңғыбас жан.
Оған не болды? Деп Ләйла қыздың қолын қысты. Не болады дейсің? Мені күтіп жатыр деп Мадина қызды ренжітпеу үшін өтірік айтты. Мен оған уәде бердім. Бір күні осы топтан кетеміз, әрбір тамақ үшін ұрыспайтын, өмір сүргені үшін тістемейтін жерге деп қыз арманшыл айтты. Түн ортасына қарай балалар бөлмесінің есігі әрең сықырлады. Дәлізден түскен жарық жолағында Қырғызбайұлының биік тұлғасы көрінді. Ұйықтап қалған Мадина оянды. Ол ер адамның есік алдында тоқтап, қате қадам жасамаудан қорқып тұрғанын көрді. Ол қалай? Деп ол сыбырлап сұрады, төсекке жақындап. Жақсы деп Мадина да сыбырлады. Әкең қашан келеді деп сұрап жатты. Қырғызбайұлы абайлап көрпенің шетін түзетті. Жүр, сөйлесейік деп үй иесі әрең естілетін дауыспен айтып шықты. Мадина соңынан қонақ бөлмеге барды, онда Ғалия Уәлиқызы күтіп тұр екен. Қырғызбайұлы, мен Сашенькаға марқұм әйеліңіздің киімдерінен бердім, алыстағы шкафтағы қораптардағыдан. Қарсы емессіз бе? Оның киімі мүлде тозған еді, өзіңіз түсінесіз. Ер адам қонаққа қарады, Мадина өзін ыңғайсыз сезінді, ол өлшемі келмейтін бөтен өмірді кигендей болды. Бірақ Қырғызбайұлы тек шаршаған, жансыз қолын бір сілтеді. Киісін. Олар сол қорапта жата берсін бе? Уақыт өтіп кетті. Агенттіктерге жаңа күтуші сұрадым, әзірге ешқандай нұсқа жоқ. Мереке жақындап қалды. Ешкім шыққысы келмейді. Мен Ләйламен отыра аламын деп Мадина өз-өзінен батылдық танытты. Басқа мүмкіндік болмайтынын түсіну кенет келді де, оны шұғыл әрекетке итермеледі. Бай қызға суық, бағалаушы көзқараспен қарады. Ал үйіңізге қайтпайсыз ба? Жоқ, қайтпаймын деп қыз басын шайқады. Кем дегенде туыстарыңызға хабарлау керек қой деп Қырғызбайұлы таңғалып сақтана сұрады. Телефоныңыз жоқ сияқты. Нөміріңізді айтыңыз, мен қоңырау шалып, қайда екеніңізді, неге кешіккеніңізді түсіндіремін. Әйтпесе әлде қашан іздеп ақылдан адасып жүр шығар. Мадина осы сөздерден байқалатындай қалтырап кетті. Өтінемін, оларға қоңырау шалмаңыз. Дауысы құрғақ әрі сыңғыш болды. Менің ата-анам жоқ. Мен әкемнің әпкесінің отбасында тұрдым. Сонда әжесі дәл сол әкемнің шешесі басқарады. Ол менің қайда, кімде екенімді білсе, міндетті түрде жамандық ойлап табады. Ол айлакер. Олар мені құрбының үйінде түнеп қалдым деп ойласын. Оларға бұл мекен жайды білудің қажеті жоқ. Үй иесі мен үй қызметшісі еріксіз бір-біріне қарасты. Бірақ Қырғызбайұлы қонақты қысымға алмады да қорытындылады. Жақсы, кеш болды, әзірге осылай қалсын. Бар, ұйықта. Таң ашық әрі аязды болды. Көшедегі шалшықтар мұз қатқан. Ерте тұруға үйренген Мадина тыныш бірінші қабатқа түсті. Ас үй мен кең асхана біріккен жарық бөлмеде үй қызметшісі әлдеқашан шаруа істеп жүрді. Кофе машинасы сыбырлап, қуырылған нанның иісі шықты. Үй иесі дөңгелек үстелде отырып планшетке қарап тұр. Алдында омлеттің қалдығы бар тәрелке мен бос стақан. Бос күтушілер жоқ. Тағы 2-3 күн күтеміз. Біреу босап қалар. Ғалия Уәлиқызы бұрылмай-ақ сенімді жауап берді. Асықпаңыз, Қырғызбайұлы, әзірге өзіміз-ақ күтеміз. Сашенька ақылды қыз, тыныш, қолына сүйренген. Ләйла оған жақсы қарайды, әрі шынайы. Мадина есікте тоқтап тұрғанын байқап, Қырғызбайұлы көңілді айтты. Саша, қайырлы таң. Ұйқымыз қанықты ма? Иә, рахмет, сізде өте жылы деп Мадина бір себеппен ұялды, қолын қайда қоятынын білмей. Сол кезде асханаға Ләйла жүгіріп кірді. Ол күш жинап қалғандай көрінді. Бетіне қызару ойнап тұр. Қыз бірден Мадинға лақты да, белінен қатты құшақтады. Әке, Сашка бүгін ешқайда кетпейді. Біз кеше ит туралы сөйлесіп бітірмедік. Қырғызбайұлы бұл көріністі мұқият бақылап көзінде алғыс көлеңкесі жылт етті. Саша, өтінемін, қызыммен тағы бір күн болыңыз. Ол басын сәл еңкейтті. Ләйла сізге қуанады екен. Әрине, уәделескендей төлеймін, ренжітпеймін.
Маған қиын емес деп Мадина қыздың басын сипат. Қырғызбайұлы тұрып, пиджагын алып, жылдам шығуға беттеді. Ғалия Уәли қызы, мен кеттім. Бірдеңе болса, қоңырау шалыңыз, байланыстамын. 1 минуттан соң кетіп бара жатқан көліктің шуы естілді. Қыз күліп, қуанышты Ләйләнің басынан сипат. Сосын бірге таңғы ас ішті. Сағат 4-ке қарай еді, бірақ терезеден қысқыдай қараңғы түсе бастады. Төмендегі шу кенет басталды. Балалар бөлмесінде Ләйләға ертегі оқып отырған Мадина есіктің қатты соғылғанына, қатты дауыспен сөйлескенге және паркеттегі ауыр қадамдарға шошып кетті. Төменде бірдеңе сыңғырлап сынды, ал таныс қарлыққан күлкі жүрегін мұздай қатырды. Ләйләні төсекте қалдырып, Мадина баспалдаққа шығып, перилаға жабысып тоқтады. Қолды айналасына қарап, қомағай қуанышпен әкесі Витя мен 2 өскен ұлы туған бауыры тұр. Міне, адамдар осылай тұрады екен. Әке кілемге түкіріп, ұлдарына үй қызметшісіне қарай қысқаша ишарат етті. Мына кәрі әйелді алыңдар, ас үйдегі орындыққа байлаңдар, аузына шүберек тығындар, шыңғырмасын. Ғалия Уәли қызы оқ етті, бір жігіт оның қолын қатты ұстап алғанда. Витяның артынан таяқпен тықылдатып әже шықты. Оның қатал көзі Мадингаға қадалды. Міне, сен қайдасың, немерем? Деп кемпір сықырлады. Ерінде жыланша күлкі ойнады. Жақсы жер тапқан екенсің, майлы. Жарайсың, Шурка. Тегін емес сені базарға қуғаным. Бізді осы мекен-жайға келтір. Жігіттер, тезірек заттарды машинаға тиіңдер. Ал сен, Игаза, түс төменге иесі алтын мен асыл заттарды қайда жасыратынын көрсет. Кетіңдер. Мадинаның дауысы дірілдеді, бірақ орнынан қозғалмады. Кетіңдер. Мұнда сіздердікі ештеңе жоқ. Кемпірі бір сәт тоқтады. Беті ашулы ыңғайсыздықпен бұзылды. Мадина әженің көмек болмайтынын түсінгенін сезді. Әй, ит қоңыз! Деп кемпірі түкірді. Отбасына қарсы шықтың ба, Витька? Оны да, мына қызды да алып кел. Қыз жүгіріп қашпақ болып бұрылды да, бірден кішкентай Ләйләға соқтығысты. Қыз әлдеқашан соңынан шығып, қорқып Мадинаның артына жасырынып тұр екен. Мадина жылдам әрекет етті. Ол қызды қолынан ұстап, балалар бөлмесіне қайта сүйреді. Есікті қағып жауып, құлыпты бұрағанша әке Витя есікке ауыр соқты. Аш, ит қоңыз! Деп ол ар жақтан ақырып, жұдырығымен ағашқа ұрды. Мадина арқасын есікке жапсырып, оның соққыдан қалтырағанын сезді. Құлағына кемпірдің құрғақ, бәсең дауысы жетті. Қойшы, Витька, оларды сол жерде қамап қой, алысқа қашып кетпейді. Терезелер биік. Өзіміз табамыз, таппасақ, ас үйдегі мына құбыжық көмектеседі. Тез сөйлетеміз. Уақыт аз. Жігіттер, жұмысқа кірсіңдер. Баспалдақта қадамдар естілді. Әке төмен қарай жүгірді. Мадина еденге сырғып отырып, төменде жиһаз жылжытылып, бірдеңелер құлатылып жатқанын тыңдады. Ләйлә төсекте отыр. Тынысы ауыр әрі ысқырықты бола түсті. Сашка, олар бізді өлтіреді деп қыз сыбырлады, қолын жүрегіне басып, жүрегі теңселіп соғып жатқандай. Мадина жүгіріп барып құшақтады, ішінде ашу қайнап жатқанын сезді. Ол әжеден қорықпайтын болды. Қазір осы есіктің ар жағында тек үйдің ғана емес, өзінің де тағдыры шешіліп жатқанын білді. Ол енді иттер тобындағы сол қызыл иттей сезінбеді. Балалар бөлмесінде қорқынышты тыныштық орнады, тек Ләйләнің ауыр ысқырықты тынысы ғана бұзып тұрды. Мадина мұның жақсы аяқталмайтынын түсінді. Айлакер әжені білетіндіктен алдын ала дайындалу керек еді. Сондықтан қыз шкафты есікке тіреп құлағын түріп тыңдап тұрды. Төменнен гүрсіл естілді. Қарақшылар рәсімдемеді. Ер адамдардың қадамдары есікке жақындап алыстап тұрды. Бір сәтте дәліздегі қадамдар тоқтап, Мадина екінші қабатқа көтерілген әженің құрғақ, билікті дауысын естіді. Витька, таста, жетеді деп ол сығырлады. Сейф таптыңдар ма, әлде қымбат зат бар ма? Бұл қоқыс көп әбігер, ал пайда тиын тебін. Жоспар өзгереді. Байдың қызын алып кетеміз. Әкесі осындай қуыршақ үшін жақсы ақша төлейді.
Мадина арқасынан мұздай қалтырау өткенін сезді. Сашка, олар мені алып кетеді деп қыз артынан әрең естілетін сыбырлады. Қыз бұрылып қараса, Ләйләнің ерні көгерген. Қыз бәрін түсінді. Көздері қорқыныштан кеңейді, кішкентай қолдары жасырынып жатқан көрпені қатты қысты. Алмайды деп Мадина қатты айтты, бірақ тізесі қалтырап тұрды. Шурка, аш! Деп әке Витя құлағының тұсында ақырып, есі қатты соққыдан сілкінді. Жақсылап шық, әйтпесе көсеқті бұзамын. Ер адамдардың күшті тартуымен есік петлелерінен жұлынып түсті. Жас күтуші шкафқа барын салып жабысты. Ол Ләйләнің ұрлануын көтере алмайтынын білді. Оның әлсіз жүрегі қандай да бір кіршілік сарайда суық пен қорқыныштан тоқтап қалар еді. Бірақ Мадина қанша тырысса да шкаф баяу жылжып, бөлмеге кіргендердің қызыл, кернеулі беттерін көре бастады. Ойлануға уақыт жоқ еді. Ол комоттан ауыр қола мүсіншені ұстап, төсектің алдына тұрып, қызды денесімен жауып тұрды. Шкаф қатты гүрсілмен құлады да, әке Витя мен үлкен ұлы бөлмеге кіріп келді. Олар төсекті екі жақтан айналып қыздарды қоршады. Бітті, кішкентай қыз бала ойнадық деп әке Витя Ләйләға лас, үлкен қолын созып күлді. Тима оны. Мадина өзінен күтпеген ашумен оған лақты. Мүсіншемен иығына соқты. Виктор ауырсынып таңғалып ақырып жіберді. Әй, ит қоңыз, Степка, ұста оны. Ашудан есі шыққан еркектер қызға тап берді. Мадина ашулы мысыққа айналды. Ол тістеді, тырнады, аяғымен теуіп, төсекте жиналған Ләйләға жолатпады. Степан Мадинаны шашынан ұстап сүйремек болды, бірақ қыз оның қолына тісін батырды. Әке Витя өзін ұстай алмай, үстінен ауыр жұдырығын көтерді. Қазір осында өлтіремін деп ол ақырып. Сол сәтте Мадинаның күші таусылып жатқанда, Ләйлә қорқыныштан тынысы тарыла бастады. Төменнен қатты гүрсіл естілді. Бұл кіреберіс есікті бұзып жатқан. Үйге көп аяқтың топыры, қысқа бұйрықтар мен айқайлар толды. Бәрі жатыңдар, арнайы жасақ жұмыс істеп жатыр. Бөлмеге қара киімді камуфляж киген адамдар кірді. Әке Витя мен Степанды бір сәтте еденге жатқызып қолдарын артына бұрады. Соңынан Қырғызбайұлы ұшып кірді. Беті бордай-ақ. Ол төсекке лақтырылып, иесінен танып бара жатқан Ләйләні құшағына алды да Мадингаға бұрылды. Қыз еденде отыр. Беті сызат, жеңі жыртылған, бірақ көзінде бөтен баланы қорғаған от әлі жанып тұрды. Ұсталғандарды алып кеткен соң, полиция қызметкерлері әлі үйде болып, қираған заттарды тіркеп, қарақшылар үлгерген заттардың тізімін жасады. Полиция балалар бөлмесінде жұмыс істеп жатқанда, үй тұрғындары қонақ бөлмеде жиналды. Диванда Ғалия Уәлиқызы отыр. Беті өте ақ, маңдайына тоңазытқыштан алған мұздатылған бұршақ қапшығын басып тұр. Қолдары қалтырап, бірақ қыздарды көргенде көзінде жеңілдікпен қуаныш жылт етті. Ол күлуге тырысты, бірақ еріннің бұрышы нервті тартылып тұрды. Тірі екен, Құдайға шүкір, тірі деп үй қызметшісі сыбырлады. Қырғызбайұлы терезе алдында тұрып ауыр тыныстады. Пиджагы ашық, галстугы қисайып. Ол баяу Мадингаға бұрылды, көзі күдікке толы. Олар мекенжайды қалай білді? Дауысы қатты, соққыдай шықты. Мадина, бұл сенің отбасың ғой. Өзің әкелдің. Мұнда оңай олжа бар деп ойладың ба? Мадина диванның арқасына жабысып тоқтап қалды. Беті реніштен қызарып, жарыққан ерні қайтадан ауырсына бастады. Жауап бергісі келді, бірақ тамағы спазммен бітеліп қалды. Сол кезде қонақ бөлмеге полиция офицері кірді. Міне, қараңыз. Ол айғақ үшін мөлдір пакет ұсынды. Ұсталғандардың бірінен қалтасынан табылды. Ер адам пакетті алып ішін қарады. Ішінде өзінің визиткасы жатты, сол алтын бедерлі, қымбат. Ол мыжылған, кепкен тұзды су мен сұр жол кірінен бұлғанған, бірақ оқылатын. Қырғызбайұлы оған ұзақ қарады, Мадина оның бетінің өзгергенін көрді. Жақ сүйектеріндегі бұлшықеттер қозғалмай қалды, ашулы көзінде ауыр, шынайы ұят пайда болды. Ол кеше өзі визитканы сынған банкалар мен қиярдың қоспасына тастап кеткенін түсінді. Демек, жол жиегінен тауып алған деп ол тұншыға айтты. Кешір мені, Саша,
үй алдым. Олай ойламауым керек еді. Ол телефонды алып, экранды ашты. Біраз тұрып телефонға қарады. Мен қосымша арқылы олардың кіріп, холл мен ас үйдегі камераларды сындырғанын көрдім, деді ол әлі экранға қарап. Сосын бәрі сөніп қалды. Мен бірден жылдам әрекет тобын шақырдым. Ләйләнің бөлмесіндегі бір камера аман қалды. Ол үндемеді, сосын Мадингаға қарады, көзі жылтырап. Мен қазір ғана архив жазбасын көрдім. Сен соңына дейін тұрдың, Сашенька, қызыма бұл қатыгездерді бермедің. Өзіңді қатерге тігіп, оны қорғадың. Үй қызметшісі сөзге араласты. Ләйләні 2 күнде 2 рет құтқарды. Бұл тағдыр деп ойлаймын. Бізге одан жақсы күтуші табылмайды, Қырғызбайұлы. Ләйлә бар уақыт бойы Мадинаның қасында тұрып, құтқарушысын құшақтады. Бай осыны қарап, көзі жасқа толды. Сашенька, бізде қал. Маған бұл үйге дипломы бар қызметкер емес, жүрегі бар адам керек. Қал. Ләйләнің күтушісі боласың, ресми түрде, жақсы жалақымен, барлық құқықпен. Ләйлә да сені жібермейді. Жібермеймін деп қыз растады, құшағын одан бетер қатайтып. Мадина Ләйләға, сосын мақұлдап бас изеген Ғалия Уәли қызына, ақыры үй иесіне қарады. Мен сіздерді тастамаймын деп ол сыбырлады. Енді қайда барамын сіздерден? Бірнеше ай өтті. Бір кеште Қырғызбайұлы барлығын қонақ бөлмеге жинап, үстелге құжаттар салынған папка қойды. Міне, бітті, деді ол. Сот үкім шығарды. Саша, сенің әжең мен оның бүкіл тобы түрме мерзімін алды, ал туыстарың саған қамқоршылықтан ресми айырылды. Сен небәрі 15-те болғандықтан мен өзіме заңды қамқоршылықты рәсімдедім. Сен толық ересек болғанша мен сенің заңды өкіліңмін. Ләйлә Мадинаның қасында отырып, таңғалып қастарын көтерді. Әке, бұл нені білдіреді? Сашка енді менің үлкен апам болады. Әке қыздарға осы уақытта ажырамас болып қалған қарап, бас изеді. Шын мәнінде, Ләйлә жан, енді солай. Қыздар бір-біріне қарап, қуанып құшақтасты. Лиска, естісің бе, енді әрқашан біргеміз, деп Мадина қуанып сыбырлады. Оларға құжаттағы күрделі сөздер маңызды емес еді. Маңыздысы, енді олар бір отбасы. Уақыт өтті, үйдегі өмір өзгерді. Мадина табандылығы мен репетиторлардың көмегімен 2 жылда өткізіп алған мектеп бағдарламасын қуып жетіп, университетке түсті. Ол гүлденді, өзіне сенімді болды. Елизавета да өзгерді. Ол қарапайым мектепке бара бастады. Жүрегі байқаларлықтай күшейді. Бұған заманауи дәрілер мен уақытында жасалған операция ғана емес, стрессіз, тыныш өмір мен Саша екеуінің күнде таза ауада серуендеуі де әсер етті. Қырғызбайұлы жиі өзін мүлде бақытты сезінетін. Кешке 2 әдемі, ақылды, тату қыздың үстелде бірдеңе талқылап отырғанын көріп, ол зор мақтаныш сезінетін. Ләйләжан, Сашенька, келіңдер, кешкі астайын, үстелде, деп ас үйден Ғалия Уәли қызы жұмсақ шақырды. Үй иесі олардың болашағына тыныш еді. Ол сол аязды кеште жол жиегінде кездейсоқ көмекші емес, шағын отбасына 2-ші үлкен қыз тапқанын білді. Ал кішкентай қызыл ит енді жалғыз емес.